Ассаламу алейкум, құрметті достар, жігіттер, біздің футболшылар және қадірменді ата-аналар. Бұл біздің онлайн жаттығуларымыздың кезекті сериясы, кезекті бөлімі. Ең алдымен жаттығуларды бастамастан бұрын сіздерге айта кететін жайт. Бұл жерде техниканы дұрыс орындау өте маңызды. Техника қате орындалған жағдайда бұл жаттығулардың ешқандай мәні қалмай қалады, ешқандай пайдасы болмайды. Жігіттер, өздеріңе пайдалы болады, егер осылардың барлығын дұрыстап меңгеретін болсаңдар. Сонымен жаттығуларға өтейік. Бұл жерде ең біріншісі оң аяқпен 20 рет, сол аяқпен 20 рет жасауымыз керек. Яғни оң аяқпен соққаннан кейін 1 минут үзіліс, сол аяқпен 20 рет 1 минут үзіліс жасадық. Одан кейін екі аяқты араластырып отырып, яғни екі аяқпен бірдей оң аяқ, сол аяқпен дәл осылай 20 рет жасаймыз. Бітіргеннен кейін 1 минут үзіліс. Келесі, көріп отырғандарындай, оң аяқ, оң тізе, сол тізе жасағаннан кейін допты қолға алдық. Дәл осыны 10 рет қайталаймыз. Келесі жаттығу, оң аяқпен 2 рет, оң тіземен 2 рет допты қолға алдық. Сол аяқпен 2 рет, сол тіземен 2 рет допты қолға алдық. Бұл жерде де дәл солай 5 рет, 10 рет жасаудың қажеттілігі жоқ. Бұл жерде маңыздысы техниканы өте дұрыстап орындау. Сондықтан 2 рет оң аяқпен соқтық па, допты 2 рет тіземен, оң тіземен соғамыз және допты қолға аламыз. Дәл осылай оң аяқпен 10 рет, сол аяқпен 10 рет жасадық. Жаттығу аяқталды осымен. Бұл жерде жасалынатын жаттығу аяқ ішімен жасалынатын өте оңай пастар. Яғни оң жағынан және сол жағынан фишкалардың оң аяқпен және сол аяқпен пас беруіміз қажет. Оң жағына оң аяқпен аяқ ішімен пас бердік. Фишкалардың арасынан зигзагпен өттік те сол аяқпен сол жағынан пас бердік. Оң аяқпен 20 рет, сол аяқпен 20 рет бергеннен кейін үзіліс, 1 минут үзіліс аламыз. Дәл осы жаттығуларды 3 сет жасаймыз. 3 сет, оң аяқпен 10, сол аяқпен 10. Келесі жаттығуымыз үшін бізге дәл осы 3 фишка қажет болады. Осы 3 фишканы қолдана отырып, алғашқы жаттығуымыздағыдай фишкалардың оң жағынан оң аяқпен соққы, сол жағынан сол аяқпен соққы. Тек қана бір айырмашылығы, допты аяқтың ішімен емес, және жерден келген допты емес, доп ауадан келеді және аяқтың үстімен, подъеммен соғатын боламыз. Ақырын оң аяқпен соқтық, көрсетілген жаттығуды орындадық, сол аяқтан соқтық, сол аяқпен сол жағынан соқтық. Оң жақтан оң аяқпен 10 рет, сол жақтан сол аяқпен 10 рет, 1 минут үзіліс алдық және дәл осы жаттығуды 3 қайталаумен жасаймыз, 3 сеттен жасаймыз. Келесі жаттығу дәл осылай орындалады. Көрсетілген, фишкада көрсетілген жаттығулар жасаймыз. Фишканы оң жағынан, сол жағынан соққылар, бірақ аяқтың үстімен, подъеммен емес, аяқтың ішімен щекой соғу керек боламыз доптарды. Бір алғашқы жаттығудағыдай оң аяқпен 10 рет, сол аяқпен 10 рет, арада 1 минут үзіліс, 3 сет, 3 қайталаумен жасаймыз. Осымен біздің жаттығуларымыз аяқталды. Жігіттер, дұрыстап орындауға тырысыңдар, міндетті түрде техниканы жақсылап орындауға тырысыңдар, видеосын түсіріңдер және бізге жіберіңдер. Назарларыңызға рахмет, көріскенше.